Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен мега шоколадный бисквит жасаймын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Және достар, подписацияны басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқа, қант, ерітілген май, какао, разрыхлитель ұн және сүт керек. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды миксерлеп аламыз. Ең алдымен миксердің төменгі жылдамдығынан бастап соғамыз. Және біртіндеп жылдамдықты қосамыз. Соғанды жылдамдықтан қойдық. Міне достар, жұмыртқа мен қантымызды соғып алдық. Оған сүтімізді және майымызды құямыз. Және тағы да аздап араластырып аламыз. Миксердің жылдамдығын төменгі жылдамдықпен араластырып аласыз. Егер де қатты жылдамдықпен араластырсаңыз, жұмыртқа отырып қалуы мүмкін. Араластым. Ұнымызды және какао разрыхлительді ситадан өткіземіз. Сол кезде бисквитіңіз үлпілдек болып піседі. Енді астыдан үстіге қарай араластырамыз. Көп араластыруға болмайды, әйтпесе бисквитіміз аласа болып піседі. Неге достар, дайын. Енді формаға құямыз. Достар, мен бұл массаны екі формаға бөліп құямын. Сіздер 22-24 диаметрлі формаға құйып пісірсаңыздар болады. Және де екі формаға да бөліп пісірсаңыз болады. Міне, құйып алдық. Сіздер бисквиттарыңыз биіктігі бірдей болсын десеңіздер, весыға қойып бөліп алсаңыздар болады. Достар, бисквитімізді қызып тұрған 170 градустағы духовкаға саламыз, 20 минуттай пісады. Пісқанын шимен ішіне тығып тексеріп көрсеңіздер болады. Міне достар, бисквитіміз дайын. Өте жұмсақ, иісі мұрынды жарады. Бисквитті төмен қаратып, шамамен 2 сағаттай суытасыз. Немесе алдын ала пісіріп, салафанға орап, холодильникте сақтасаңыз болады. Керек кезде алып, торт жинайсыз. Мен бұл бисквиттен келесі видеода торт жинайтын боламын. Достар, видео пайдалы болса, лайк басып, комментария қалдырыңыз және каналға жазылыңыз. Сіздермен бірге болған Замира, сау болыңыз.